Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 6-шы сабақ, тақырыбы логикалық шифрлар. Бұл тақырыпта сіздерге сандар белгілі бір формуламен белгілі қойып, сол формулаға сандарды апарып қоя қоясыздар болды. Оның артық ештеңе жоқ. Әрі қарай амалдарды орындап кете бересіздер. Мысалы, бірінші есепте қараңыздар. Егер а қандай да мынау бір белгі, яғни дөңгелек ортасында x салынған бір белгі. Сол белгіні тең болады а-ның б-ға қатынасы 3-2 дәрежесі болса, 8-дің дәл осылай 27 өрнегінің мәнін табыңыз. Қараңыздар. Өрнекке қарасаңыздар, міне а және де б былай жазылып тұр, міне. Ол бізде былай жазып қойын, а бөлінген б-ның 3-2 дәрежесі деп тұр ғой. Дәл осылай қарасаңыздар, реттілік бойынша а-ның орнында 8 тұр, ал б-ның орнында 27 тұр деген сөз. Болды, орнына қоямыз. А-ға жерде тұрады, а үстіде тұрады. Яғни а бізде алымында тұрса, ол мынау 8-ге тең. Ол кезде мынау 8-ді үстіне жазам, б-ны астына жазам. Бұл бізде қазір 27. Соның неше дәрежесі? 3-2 дәрежесі. Енді бұны қалай есептейміз? 3-2 дәрежені тең болады. Мынау қандай да бір санның былай жасалып жіберсеңіздер болады. 27 и 8. Осының сыртында квадраты бар. Немесе мына жерге квадрат жазып қойсаңыздар болады. Квадрат. Енді қандай санның 27 қандай санның кубы? Әрине ол бізде 3-тің кубы, ал 8 деген қандай санның кубы? Ол 2-нің кубы. Болды, біздер кубтан құтылдық, соның сыртында не бар? Квадраты бар. Енді 2-нің квадраты бізде 4-ке тең, 3-нің квадраты 9-ға тең. Болды, жауабы 9-дан 4 болады. Жауабы А нұсқасында тұр екен. Әрмен қарай, екінші есеп. А және де бір қандай да бір белгі тұр. Ол б-ға қарай ұмтылғанда 2-ға қосылған 1 бөлінген б болса, онда 5-тің 3-1-ге және де сол сан, жақшаның ішіне бір сан шығады да, сол сан 4 пен 1-мен әрекет ету керек. Сол кезде белгілі қандай бір логикалық амалды білдіреді деген сөз. Енді осының жауабын тауып көрейік. Бізде не берілген? Бірінші бізде жақшаның ішін шығарып көрейік. 5 стрелка оған 3-1-ге деп қойған, Енді осыны формула салып көрші, дайын формула тұр, тек осыған а және б-ның орнына қойып шығасыздар, болды, міне. А бізде неге тең? Ол бізде 5-ке тең. 2 көбейту 5 қосылған, қараңыздар, 1 бөлінген 3-1. 3-1 тең болады, қалай болады? 2-ні 5-ке көбейтсек 10 болады, қосылған. Енді 1 бөлінген 3-1 былай негізі. Түсініп алыңыздар, 1 бөлінген 3-1. Мына бөлшек, ортасында тұрған мына жердегі бөлшек, ол бөлудің орнында жүреді, бөлу. Негізінен бөлу деп аталады. Просто бөлшек деп оның атауы да белгіленген. Енді 1 бөлінген деген сөз 1 десең бөлуді ереже бойынша көбейтуге ауысамыз да, екінші тұрған санның орындарын ауыстырамыз 1-ден 3 деп. Сонда 1-ді 3-ке өтсең, тек қана 3-тің өзі шығады деген сөз. Сонда 10 қосылған 3 бізде нешеге шықты? 13 шықты. Ол бізде жақшаның ішіне шықты. Енді жақшаның ішіндегі сан 13 шықса, ол не істеу керек? Ол 4-1-ге қарай жүру керек, логикалық амал. Тағы да солай. А-ның орнында 13 тұр, қосылған 1 бөлінген 4-1. Жаңағыдай не істейміз? 13-ке өтсек 26, қосылған 1 бөлінген 4-1, мына 1 бөлінген 3-1 секілді, ол не болып кетеді? 4 болып кетеді. Мен жаңа мына жерге түсіндірдім, сіздер өздеріңіз дәптеріңізге жазып алсаңыздар болады. 26-ны 4-ке қоссақ, сонда бізде 30 шығады. Жауабы бізде А нұсқасында. Бізде үшінші есеп, жаңа логикалық амал келесі өрнекпен анықталған. Міне бізде өрнектің формула дайын тұр, формула белгілі болған. Сол формулаға салған кезде, 5-тен 3-нің өрнегін мәнін табыңыз дейді. Қарасақ, 5-тен 3, мына жерде қандай да бір формула беріледі. Қайны қолданамыз? Үстіндегі А және Б-ның орнына сандарды қойып шығамыз. А-ның орнында не тұр бізде? 5 тұрды, Б-ның орнында 3 тұр. Енді, значит, 5-тің квадраты бізде 25, азайтылған 3, ол Б-ға тең ғой. Сонда А қосылған 5, қосылған түбір астында 3. Сонда бізде түбір асты 3-тен ешқандай сан шықпайды. 3 ешқандай санның квадраты емес. 25-тен 3-ті азайтсақ, бізде 22 болады. Енді қарасақ, ондай жауап бізде жоқ. Енесе, бізде 8-ші класс иррационалдықтан құтылу. Бөлшектің бөлімінде тұрған иррационал сандықты түйіндесіне көбейту дәл осының минус санына өтесіз. 5 минус түбір асты 3 дегенде. Мына жақта да
бөлшектің алымында дәл сол санға көбейтесіздер. Міне көбейттегі иррационалдықтан құтылу үшін ал мынау бізде астындағы формула қандай формулаға үйлеседі қараңыздар. Ол бізде а минус б а плюс б-ға келіп тұр бізде, көрдіңіздер ме? Яғни ол қандай формула? Астына жазайын а минус б а плюс б келтіріп алдым мен. Бұл бізде 7-ші класста өткен қысқаша көбейту формуласы а квадрат минус б квадрат деген формулаға келеді. Бұл формуланы жазып алыңыздар. Сонда мен мына жерде өшіп тастадым қазір. Мына жерде өшіп тастаймын, түсінікті болсын мен жаздым. А минус а плюс б, а минус б деп көбейтіліп тұр ғой, міне қараңыздар, былай жазамын. 5 плюс түбір астында 3 жақшаның ішінде, екінші жақшаның ішінде 5 минус түбір астында 3. Мына жерде 22 көбейтілген, жақшаның ішінде 5 минус түбір астында 3. Жақшамен жазамын, себебі мына жерде азайтып тұр. Әрекет етіп кетпеу керек бір-бірімен. Тең болады, әрмен қарай мына жерге жазайын. Тең болады. Мынау бізде формуланы жазып аламыз. Енді а квадрат минус б квадратқа салынса, а квадрат деген отыр бізде 5-тің квадраты, ол бізде 25-ке тең болады. Ал түбір асты 3-тің квадраты тек қана 3-тің өзіне тең. Не үшін? Түбір асты 3-ті квадраттасақ, мына квадратпен мынау түбір астында қысқарып кетеді, тек қана 3-тің өзі қалады. Ал жақшаның сыртында 22, жақшаның ішінде 5 минус түбір астында 3 қалды. Так, 25 пен 3-ті азайтсақ 22 болады. Мына жерде 22, жақшаның ішінде түбір астында 5 минус түбір астында 3 қалып қойды. Сол кезде 22 қысқарып кетеді, тек қана жақша не қалады? 5 минус түбір астында 3 қалады деген сөз. Ондай жауап бізде с нұсқасында тұр. Сәл ұзақ әрине, бірақ бір балды қағып аламыз. ОБТ-да тағы да айтайын, бір балдың өзі маңызды, ертең грантта көресіздер оны. Әрмен қарай 4-ші есеп, ұзақтау есеп, x, сосын мына жерде бір белгі берілген. Сол мына формуламен анықталады. Міне x плюс 2 көбейтілген y бөлінген 3 деген амалмен кез келген x пен y үшін орындалады. Төмендегі ұйғарымнан қайсысы дұрыс дейді. Бірінші ұйғарым дейді. Егерде x-тің орнында 4, y-тің орнында 1 тұрса, онда 2 шығады. Көрейік ал. X-тің орнында 1 тұру керек, y-тің орнында, x-тің орнында 4 тұру керек, бүйтіп жазайыншы, y-тің орнында 1 тұру керек. Бірінші есепті шығарып көрейік, сонда не болады? 4 қосылған 2 көбейтілген 1 бөлінген 3 дейді. Көрейік. 2-ні 1-ге бөлсек 2, 4-ке қосақ 6, 6-ны 3-ке бөлсек 2 шығады. Дұрыс. Бізде бірінші ұйғарым дұрыс екен. Енді қараңыздар, егерде бірінші ұйғарым дұрыс болатын болса, онда бізде А жауабы қате деген сөз. Себебі бұның ішінде бірінші ұйғарым жоқ екен. Сондықтан Е нұсқасында сіз тастайын. Менде қараңыздар, Б, С, Д деген ғана ответтер қалды. Әрмен қарай бөліп тастайын. Екінші ұйғарымды тексеріп көрейік. Екінші ұйғарымды, сосын үшінші, төртінші ұйғарымды тексеріп көрейік. Екінші ұйғарым дұрыс болса, онда бірден В ответін белгілеп кетіп қала береміз. 4 пен 1-дің формулаға салып көрдік. 4 пен 1-ді жаңа формулаға салып көрдік, не болады? 2 шықты. Тең болады, орнымен басында ортып отырмайым. Әрмен қарай 1 мен 4-ті керісінше жазсаң, сол 2-ке тең болады дейді. Көрейік ал. Сол кезде x-тің орнында не тұрады? 1 тұру керек. Уже келесі позициямыз өзгерді. Y нешеге тең болады? 4-ке тең болады. Сол кезде формуланы көрейік. 2 шыға ма, шықпай ма? Екі жақ теңесу керек. 1 қосылған 2 көбейтілген 4 бөлінген 3 дейді. Так, 4-ті 2-ке көбейтсек 8, 8-ді 1-ге қоссақ 9, 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады. Жоқ, 2 мен 3 тең болмай қалды. Себебіне қараңыздар. Мына 4 пен 1, 1 мен 4 обратно жасап қойған. Екеуі де тең болу керек. Жоқ, мынадан 2 шықты, анадан 3 шықты, екеуі тең емес. Значит, екінші ұйғарым дұрыс емес деген сөз. Сонда мен В нұсқасын сызып тастаймын. Енді әрмен қарай 3-ші ұйғарым мен 4-ші ұйғарымды тексерейік. Так, 3-ті тексеріп көрейік. Так, 4 пен 1-ден бізде неше шықты мына жерден? 2 шықты. Так, әрмен қарай 5 пен 2-ні көру керек. 5 пен 2-ні ұйғарым көрейік. X-тің орнында 5 тұру керек, Y-тің орнында 2 тұру керек. Тексеріп көрейік. 5 қосылған, ұзақ 2 көбейтілген 2 бөлінген 3, 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 4-ті 5-ке қоссақ 9, 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады. Сол тағы да немен әрекеттесу керек? Мына жерден 2 шықса, мына жерден 3 шықса, тағы да сол есептеп көр дейді. Так, X-тің орнында 2 тұру керек, Y-тің орнында 3 тұру керек, сонда 2/3-тен 2 шығу керек. Мына ответ шығу керек міне. Көрейік ал. X-тің орнында так, X қосылған 2 көбейтілген Y бұл 3-ке тең бөлінген 3 дейді. Сол кезде неше шықты?
2-ні 3-ке бөлсек 6, 6-ны 2-ге бөлсек 8, 8-ден 3 шықты. Ол бізде нешеге тең? 2,3-тен 2-ге тең екен. Иә, дұрыс. Міне жауап сонда бірінші ұйғарым мен үшінші ұйғарым жауап сын нұсқасында. Мына төртінші ұйғарымды уже тексермесеңіздер де болады. Ұзақ көрдіңіздер ме? Ойланып барып істеңіздер. Ерінбеңіздер оқушыға. Әсіресе үй жұмысын орындаған кезде ерінбеңіздер. ұбт-да сол сіздерге жеңілірек болады. 5-ші есеп болу керек, бірақ ол 3-ші есепке ұқсап кетті да, нумерация өзгеріп кетті. Бірден 6-ші есепке секіріп кете берейік, иә. Так, жаңа логикалық амал, мынандай бір төртбұрышты қаралмен боялған бір өрнекпен анықталған EF және де тең болады 3 шақшан ішінен 4 көбейтілген E азайтылған F болса 7-тен 18 өрнегінің мәнін табыңыз. Қара, E-нің орнында не тұр? 7 тұр, иә. F-ның орнында 18 тұр. Болды, формула қоя саламыз. 3 шақшан ішінде 4 көбейтілген E ол бізде 7-ге тең, азайтылған F ол бізде 18-ге тең. Жауабын таба саламыз. 4-ті 7-ге бөлсек 28, 3 көбейтілген жақшан ішінде 28 азайтылған 18, 28-ден 18 азайтсақ ол бізде 10, 3-ті 10-ға көбейтсек қанша болады? 30 болады. Болды, жауабы бізде міне А нұсқасында. Әрмен қарай кеттік. 7. Логика амал тағы да осындай түрінде берілген. Мына жерде қызық қара. Жақшан сыртында бір леп белгісі тұр. Бұл леп белгісін оқушылар біліп жүріңіздер, факториал деп атайды. Факториал деп атайды. Яғни факториал деген сөз, мысалы 3-тің факториал деген сөз 1-ден бастап 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. 1 көбейту 2 көбейту 3, 3-ке дейінгі сандар барлық жасықтың көбейтсем 3-ні факториал 6-ға тең. Мысалы 4-ні факториал нешеге тең деп айтады? 4-ні факториал неге тең? 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4-ке тең. Сонда бұл бізде 24-ке тең. Көрінеді, 4-ке дейінгі сандардың барлығын көбейтіп шықты. Жарайды, енді есеп шығарып көрейік. А-ның орнында не тұрады? Бізде 5 тұрады. Тапсырма беріп қойған. А, Б ортасында мынандай бір белгі тұр. Сол белгі мына формуламен анықталады деп жатыр. Так, 5 бізде, Б бізде 2-ке тең. Енді көрейік, жақшан ішінде 5 азайтылған 2-нің жақшан сыртында факториалы бөлінген не ол? Б-ның факториалы. Б бізде ол 2-ке тең. 2-нің факториалын табу көреміз. 5-тен 2-ні азайтсам 3-дің факториалы шығады. Астына 2-нің факториалы. Енді бір-бірін бөлу керекпін. Бөлсек 1,5 факториал деп жазып қоймаңыздар. Ол қате болады. 3-ні факториалы нешеге тең? Ол 1 көбейту 2 көбейту 3-ке тең. Ал 2-ні факториалы 1 көбейту 2-ке тең. Сол кезде 1 көбейту 2 мен 1 көбейту 2 қысқарып кетеді, тек қана 3-тің өзі қалады. Тағы да А нұсқасында екен. 8-ші есеп. Жаңа логикалық амал мынандай түрде анықталған. Өзі сіздер үйреніп алыңыздар. 5 пен 6 өрнегі мән табылды. Мына формуламен анықталып тұр. Кешіріңіздер. Түбір астында 2 көбейтілген А-ның орнында 5 тұр, Б-ның орнында 6 тұр, бөлінген 3, жақшы түбір астында 3 көбейтілген Б-ның орнында 6. Кем болады, неше болады екен? 2-ні 5-ке бөлсек 10, 10-ды 6 қосақ 16, түбір астында 16, алымында бөлімінде не тұр? 3 көбейтілген түбір асты 3-ті 6-ға көбейтсек 18. Не істейміз? Тең болады. Түбірден неше шығады? 16-тан түбір шығады ғой. Ол бізде 4-ке тең. 4-дің квадраты 16. Ал 18 ешқандай санның квадраты емес, сондықтан шықпайды. Бірақ 18 деген қандай санның көбейтіндісі? Қараңыздар. Ол кезде былай жазасыздар болады. Ол 9 мен 2-нің көбейтіндісі ғой. 6 мен 3-тің көбейтіндісі, бірақ 6-дан да 3-тен де түбір шықпайды. А мен нешені 9 мен 2-ні алып жатырмын? Себебі 9-дан түбір шығады. 4 3 көбейтілген 9-дан түбір неше шығады? 3 шығады да, бірақ түрменің астында, яғни түбірдің астында, мен түрме деп атайын, түбірдің астында 2 қалып қояды. Шыннан кіршасы жоқ 2-нің. Сол кезде не істейді мына жерден? Сол кезде 4-тен 9 түбір астында 2 шығады. Онда ответ бар ма екен? Бар екен. Иррационалдықтан құтылмасақ та болады. Жауап С нұсқасында тұр екен. Міне осылай шығарасыздар. Ответ жоқ екен ғой деп паника ұстап жүрмеңіздер. 9-шы есеп. Жаңа логикалық амал мына 3 бұрыш түрінде анықталған. MN мына жақшан ішіндегі формуламен анықталады. Сонда 6-тан 21 өрнегінің мәні есептендір дейді. Так, M бізде 6-ға тең, N бізде 21-ге тең. Реттілік бойынша. Так, сонда бізде 4 жақшан ішінде 5 көбейтілген M ол бізде 6-ға тең, азайтылған 21.
неше болады сол кезде? 5-тен 6-ны көбейтсем 30, 30-дан 21-ді азайтсам 9, 9-ды 4-ге көбейтсем 36. А нұсқасында тұр. Сіз смело белгілеп отыра бересіздер. 10 есеп. Жаңа логикалық амал келесі өрнекпен анықталған. Оны 2 рет есептеу керек. Жақшаның ішін бірінші есептеу керек, соны жақшаның сыртындағысымен тағы бір есептеу керекпіз. Так, С бізде 7-ге тең, себебі ол бірінші тұр, Д бізде 6-ға тең, ол екінші тұр. Так, 7 қосылған 6, мына формуланы анықтадым. 7 азайтылған 6. 7-ні 6-ға қоссақ 13, 7-тен 6-ны азайтсақ 1, значит 13-ті 1-ге бөлсек 13-ні өзі шығады. Так, 13 пен енді бұл жерде екінші өрнек 13 С-ға тең болады, Д бізде нешеге тең болып тұр? 3-ке тең болып тұр. Енді осыны орындау керекпіз. С азайтылған, С қосылған Д, 13 қосылған 3, астында 13 азайтылған 3. Сол кезде 13-ті 3-ке қоссақ 16, ал 13-тен 3-ті азайтсақ 10. Ал 16-ны 10-ға бөлсек не болады? 1,6 калькулятормен де бөлсеңіздер болады. Жауап сонда Б нұсқасында тұр екен. Болды, осымен сабағымыз аяқталды. Оқушылар үй тапсырмасын міндетті түрде орындарыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде тағы да жазыңыздар. Менің жекеме жазсаңыздар да, группа жазсаңыздар да болады. Және де үй тапсырмасын орындап жатқанда түсінбей жатсаңдар, мен жауап бермей жатсам, бір-біріңізден ұялмай сұраңыздар. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.